Адам баласы мейлі күн ыстық елдерді, поляр шеңберін, теңіз жағасын, немесе биік тауды мекендесін. Оған ең алдымен суық пен ыстықтан, жаңбыр мен жел өтінен бой тасалау үшін баспана қажет. Сол себепті адамдар әрдайым қолда бар нәрседен үй тұрғызып, табиғат ерекшелігіне қарай бейімделіп отырады. Қар мен мұз құрсанып жатқан қиыр солтүстікте эскимостар қар кірпіштен иглу деп аталатын баспана тұрғызып, терезе әйнегінің орнына мұз тұтқан. Иглу жылы болу үшін итбалықтың майы құйылған табақшаға от қойып, қабырға мен еденге аң терісін тұтып төсеп тастаған. Ал солтүстік Америкадағы гонкен үндістер негізінен орманды мекендейді. Олар жерге иілгіш сырықтарды қадап, басын буып, оны ағаштың жас бұтағы немесе қабығымен жауып, вигвам деп аталатын баспана тұрғызған. Жапон шаруасы иін бамбук, қағаз бен жөкеден тұрғызады. Бұл кедейлікке байланысты емес. Мұндай баспана Жапонияда жиі болып тұратын жер сілкінуіне мейлінше шыдамды келеді. Халқы өте көп. Құрылыс салу үшін ұлтарақ жер жетіспейтін оңтүстік шығыс Азияда адамдар джонка деп аталатын қайықтада тұра береді. Бүкіл отбасы сонда тіршілік етеді. Тіпті шалғай теңізге балық аулауға да үй іші, бала шағасымен түгел барады. Киіз үй көшпенділердің көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Оны тез жығып, шапшаң тігуге болады. Қазақтар, қырғыздар мен моңғолдар ерте заманнан қой жүнінен басылған киізбен жапқан киіз үйде тұрды. Киіз үйдің сүйегі ағаштан жасалады. Бұл үй жер сілкінгенде де қауіпсіз, оңайлықпен бұзылмайды. Қазақтың киіз үйі күннің аптабынан, аңызақтан, бораннан қорғайды.